Кайырлы күн достар. Бүгін тауық етінен жеңіл және дәмді самса дайындайтын боламыз. Әуелі тауықтың сүбе етін ұсақтап турап, қызып тұрған табада қуырамыз. Араластырып отырып туралған пиязды қосамыз. Қажетінше тұз, бұрыш сеуіп, баяу отта 20 минутта боқтырамыз. Осы кезде қатпарлы қамырды алып, оқтаумен жұқалап жайып аламыз. Жайылған қамырымызды бірнеше кішкене бөліктерге бөлеміз. Әр бөлікке бұқтырылған тауықты бөліп салып шығамыз. Жан жағын біріктіріп, дөңгелек пішінге келтіреміз. Етіне жұмыртқаның сарыуызын жағып, духовкада 30 минуттай пісіріп аламыз. Дайын самсаларымызға күнжіт дәнін сеуіп, тарелкаға саламыз. Міне достар, тауық етінен жеңіл және дәмді самса дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма жазылып лайк қоюды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман болыңыздар.